Жалпы қан анализінде не көреміз? Жалпы жоспарына келетін болсақ, бірінші қан дегеніміз не? Жалпы қан анализінің маңызы қандай? Және жалпы қан анализінің қандай элементтер бар екендігіне талдау жасап өтетін боламыз. Жалпы қан дегеніміз бұл адам организміндегі сұйық орта болып табылады. Бүкіл адам организмінде қан арқылы қажетті витаминдер, қоректік заттар, кислород жеткізіліп отырады. Қанның құрамында эритроцит, лейкоцит, тромбоциттер болады. Және де эритроциттер қанның қызыл түсті формалы элементі, лейкоциттер ақ түсті, тромбоциттер қан пластинкасы деп аталады. Егер де қандай да бір қанның құрам элементі жетпесе немесе көбейіп кетсе, адам организмінде өзгерістер болуы мүмкін. Қаннан жалпы қан анализінің маңызы. Жалпы қан анализіне қарап диагноз қоюға болады. Яғни жалпы қан анализінің результат нәтижесі тез шығады. Егер де экстренді жағдайлар болатын болса, жалпы қан тапсырып және де оны алу оңай болып табылады. Басқа анализдердің түріне қарағанда ол және арзанға түседі. Ондағы алатын ақпараттың көзі де өте көп болады. Оған қарап көптеген көрсеткіштерді байқай аламыз. Онда қарайтын негізгі эритроцит нормада, ер адамдарда 4,2-5,2 грамм на литр, әйелдерде 3,6-4,6, гемоглобин болса 130-150, әйел адамдарда 120-140, лейкоцит 4,9, тромбоцит 180-320. Мұнда жалпы қан анализінің несі көрсетілген, қандай нелер бар екендігі, көрсеткіштер бар екен. Бұнда лейкоцит бірінші, лейкоцит нормада 4,9 мыңға микролина литр. Эритроцит, гемоглобин, гематокрит. Эритроциттердің орташа көлемі, средний гемоглобин эритроците, гемоглобиннің эритроцитте қосылуына, эритроциттердің көлемі бойынша тасымалдануы, тромбоциттердің орташа көлемі, и нейтрофильная лейкоцитарная формула деген бар. Лейкоцитарная формулаға біз көбінесе қабынуға күдіктенетін кезде қолданамыз. Онда палочка ядерный, сегменті ядерный, немесе оларды кейде таяқша тәрізді, сегмент тәрізді нейтрофильдер деп атайды. Және де эозинофилға базофил, моноцит, лимфоциттерді және сояны қараймыз. Бұның барлығы жоғарылайтын болса, лейкоцитарный формулада өзгерт болатын болса, қабыну болып жатыр деген сөз. Эритроциттерге келетін болсақ, ол қанның қызыл түсті элементі болып табылады. Негізгі қызметі, оның ішінде гемоглобин бар. Гемоглобин арқылы, гемоглобин организмге оттегіні тасымалдайды. Егер де эритроциттер жоғарылайтын болса, оны біз эритроцитоз деп атаймыз. Ол көбінесе жедел улану кезінде, қатты құсу мен диарея салдарынан болады. Ағзада сұйықтық азайып кетсе. Ағзаның жеткілікті оттегімен қамтамасыз етілген кезде тіндерге оттегін жеткізу үшін эритроциттердің санын артады. И көбінесе тау адамдарында тұратын адамдарда бұндай жағдай кездеседі. Тауда тұратын адамдардың қанында эритроциттер жоғары болып, басқаларға қарағанда жоғары болуы мүмкін. Олар үшін ол нормада болып табуы мүмкін. Көбінесе төмендеуі анемияның әсерінен болады. Эритроциттердің төмендеуі. Келесі, бұл түстік көрсеткіш, цветной показатель. Кез келген жастағы адамдарда норма 0,8-1,5 құрайды. Онда эритроциттер мен гемоглобиннің қанығу дәрежесін біз аламыз түстік көрсеткіштен. Және де қандағы эритроциттер мен гемоглобин санының ара қатынасын көрсетеді. Егер де гипохромды дегеніміз түстік көрсеткіштің төмен болуы 0,185-тен.
ол темір тапшылықты анемия кезінде болады. Ал егерде көп болатын болса, нормадан B12, B9 тапшылықты анемия кезінде кездеседі. Лейкоцит ол қанның ақ түсті элементі болып табылады. Көбінесе организмде қабыну процесі болған кезде ағзаны қорғау үшін, иммунитет қалыптастыру үшін иммунитет қалыптастырады, яғни қорғау қызметін атқарады. Лейкоцитте оның ішінде базофил, эозинофил, нейтрофил бар. Нейтрофилдің өзі екіге бөлінеді, яғни палочка ядерный, таяқша тәріздес сегменті ядерный. И лимфоцит, моноциттер. Егерде базофил және нейтрофил жоғарылайтын болса, онда біз бактерияға қабыну болады деген сөз. Ал егерде лимфоцит, моноцит артатын болса, қабыну деген сөз. Ал эозинофил жоғарылайтын болса, онда аллергиялық реакция болып жатыр деген сөз. Лейкоформула жаңағы өткен солға жылжу таяқша тәрізді нейтрофилдердің артуымен жүреді. Ол кезде қалыпты жағдайда 2-5% құрайтын болса, одан артып кетеді. Жас нейтрофилдер нормада қанға көп шықпауы керек. Деңгейі, яғни таяқша тәрізді нейтрофилдердің деңгейі артып, лейкоформула солға жылжайтын болса, онда жедел қабыну болып жатыр деген сөз. Ал оңға жылжуы сегмент тәрізді нейтрофилдің артуы. Ол кезде қабыну созылмалы ағымда мегабластикалық анемия, бүйрек және бауыр аурулары кезінде қан құйғаннан кейінгі жағдайларда болуы мүмкін. Қалыпты жағдайда сегмент тәрізді нейтрофилдердің саны 55-65% құрайды. Келесі, бұнда лейкоформулада, яғни лейкоцитті 100% деп алатын болсақ, базофил 0,1% құрайды, эозинофил 1,5%, нейтрофил сегменті ядермен палочка ядеріне қосылып 60-70% құрайды, лимфоцит 30-40%, моноцит 4-8% құрайды. Бұл қанның ұюына қатысатын қанның құрамындағы элемент бұл тромбоциттер болып табылады. Қалыпты жағдайда 180-300-ді құрайды. Егерде тромбоциттердің саны артып кететін болса, оны тромбоцитоз деп атаймыз. Және де қабыну процестерінде жедел ревматизм, ойық жаралы колит кезінде оның деңгейі артады. Және қан жоғалту кезінде гемолитикалық анемияда эритроциттер бұзылғанса және көкбауырды алып тастаған соң, және дәрілік препараттармен, кортикостероидтармен емдеу кезінде де тромбоциттердің деңгейі жоғары деңгейде болуы мүмкін. Ал төмендеуі болса, итеккер кезінде белгілі бір дәрілерді қабылдағанда болады. Гематокрит болса, қандағы эритроциттердің пайыздық көрсеткіші. Көбінесе ол анемия кезінде гематокриттің деңгейі төмендеп кетеді. Жалпы көбінесе анемия әйел адамдарда жиі кездеседі, өйткені әр ай сайынғы болатын менструалды цикл кезінде, яғни итеккер кезінде көп қан кетудің әсерінен қандағы эритроциттерді, гемоглобин, тромбоциттерді жоғалту жиі кездеседі. Жалпы қан анализіндегі осы мұндағы кейбір лабораториялық көрсеткіштерде олардың аттары ағылшын тілінде келуі мүмкін былайынан, немесе орыс тілдерінде келуі мүмкін. Және де единица измеренияда и мұндағы көрсеткіштері де әртүрлі лабораторияда әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Бұл орташасын алатын болсақ, осындай аралықта құрайды. Кейбір жерлерде басқаша көрсетсе, кейбір жерлерде басқаны көрсетуі мүмкін. Барлығы осы. Назарларыңызға рахмет.